жұмыстың жол барысында болған қызық жағдай. Бізге клиентпен жұмыс барысында мынандай задача қойылды. Жалпы Дубай қаласында гостиницаларда жұмыс жасайтын персоналды толықтыру керек болды. Ең басты қойылған талаптардың бірі бұл адамдардың ағылшын тілін білуі. Дубайда енді ол жерде ешкім қазақша сөйлемейді, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Екінші нәрсе, ол адам нормальный адам болу керек, яғни атын кім десе өзінің атын айта алатын, дұрыс, таңертең тұрғанда тісін жуатын, завтрак жейтін, ата-ананың айтқанын тыңдап болған, тәрбиелі, иманды. Жалпы ағылшын тілін білуі керек және де дұрыс адам болу керек. Жалпы біз Қазақстан бойынша осы персоналды іздеуді бастадық. Бірақ та именно сол жылы, сол уақытта ғана сондай болған шығар. Гостиницада жұмыс жасағысы келетін адамдардың саны аз болды. Олардың ішінде ағылшын тілін білетін адамдардың саны өте аз болды. Сол жылғы наборға Қазақстаннан өте аз адам жинадық. Қосымша біз көршілес мемлекеттерге де реклама жібердік. Яғни Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерге рекламаны жіберіп, сол жылғы наборға персоналды толықтырдық. Осыдан шығатын қорытынды, егерде сіздің қалаған нәтижеңіз болмай жатса, өзіңіздің жолыңызды жазып шығып, қай жерде қате кетіп жатқанын байқап, сол нәрсені өзгертіп көріңіз.